Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде мақсатына жеткендер хабары. Сіздермен бірге Мақсат Ержанұлы. Ал бүгінгі біздің қонағымыз Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Қазақстан Республикасы Ұлттық аграрлық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, профессор, бөдене құсын зерттеп, Қазақстанда тұңғыш кандидаттық диссертация қорғаған Мұхтар Байбатжан. Мұхтар Қасенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Армысыз, Мақсат, сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Мұхтар мырза, сіз бөдене жайлы еліміздегі тұңғыш ғылыми жұмыстың авторысыз ғой. Зерттеу жүргізу кезінде қандай нәтижелерге, жақсы жаңалықтарға қол жеткіздіңіздер? Біз енді бөденені 2005 жылы осы Қазақтың ұлттық аграрлық зерттеу университетінің аңшылықтану және аң шаруашылығы мамандығын аяқтағаннан кейін аспирантураға түсетін кезде сол кездегі жетекшім академик Мақатов Болатхан Мақатұлының жетекшілігімен Қазақстанда ешқашан зерттелмеген бөдене құсын зерттеу туралы ол кісі маған ұсыныс айтып, сол кісінің талабымен осы бөдене деген құсты зерттедік. Сол құсты зерттеп 2008 жылы 12 желтоқсанда жергілікті бөдене популяциясының өзіндік қасиеттері деген тақырыпта кандидаттық диссертациялық жұмысты қорғап шықтық. Сол жұмыстың аясында Қазақстанда осы бөдененің мекен ету ареалы, олардың жергілікті қоғамда экономикаға алып келетін пайдасы және оны өсірудегі ерекшеліктері туралы жан-жақты үлкен тақырыптарды қарастырдық. Бөдене өсірудің сол кезде Қазақстанда 5-6 ғана шаруашылық бар болса, біз осыны одан арман дамыту мақсатында әдістемелік нұсқаулықтар және оқулықтар мен оқу құралдарын дайындадық. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, 5-6 шаруа қожалығы бар болатын деп. Қазіргі таңда қалай, көбейді ме, қай облыстарда бөденені көп өсіріп жатыр? Қазір Қазақстанда бөдененің барлық өңірде бар десе де болады. Жалпы бөдене дейтін бір тауық тәрізділер отряды, қырғауылдар тұқымдасына жататын жалғыз жылы жаққа қоныс аударатын құстың түрі болып табылады осы бөдене. Бірақ қазір Қазақстанда қолда өсірудің арқасында елімізде көптеген жерлерде өсіруге болады. Соның ішінде қазір 150-170 шаруа қожалықтар бар. Өйткені кейбір шаруашылықтардан ашылыққа, кейін оның жәнегі жұмыртқасын өткізудің туындайтын мәселелерге байланысты шаруашылықтың пайдадан гөрі зияндары көбірек болып жабылып қалған жайттары бар. Жалпы бөдене жұмыртқасының адам денсаулығына қаншалықты пайдасы бар, осыны ғылыми тұрғыдан бір зерттей алдыңыздар ма? Дәлел бар ма нақты? Дәлел бар. Енді бөдене дейтін бұл бір ғажап құс. Бұл ғажап құс екенін қазір бөдененің жұмыртқасын пайдалану арқылы демін сауықтырып жүрген адамдар біледі. Жалпы бөдене жайында келетін болсақ, жер бетіндегі ең тұңғыш кәсіби түрде пайда болған мамандық ол аңшылық мамандығы. Осы аңшылар алғаш пайда бола бастағаннан аң мен құс аулаудың ішінде ең адамға қортуға жеңіл келетін диеталық тағам ас ретінде осы бөдене құсын үйрете бастаған. Ол мысалы біздің осыдан 5000 жыл бұрынғы Европада, соның ішінде Грекиядағы жәнегі қабырға тастардағы, мысалы Египеттегі қабырға тастардағы сол бөдененің суреттері соны айшықтайды. Және де бөдене құсын зерттеу барысында жарты әлемді билеген Шыңғыс Қағанның өзі бір кезде жаздың кездерінде бөдене жұмыртқасын өзінің жаралы жауынгерлеріне пайдаланып ем ретінде қолданған деген деректерді кездестірдім. Ал енді біздің Қазақстанның жеріне келетін болсақ, 1966 жылы Украинаның астанасы Киевте бүкіл одақтық құс шаруашылығы бойынша дүниежүзілік байланыстырылған форум өткен. Сол кезде Жапониядан келген, басқа мемлекеттерден алып келген бөдененің жұмыртқасының өнімділік қасиеттері туралы жарнамаларды насихаттағаннан кейін Санкт-Петербург қаласындағы ғылыми зерттеу институты тәжірибелік ретінде пайдаланған егеу құйрықтарға осы бөдене жұмыртқасын беру арқылы оның қан айналымын жақсартып, иммунитетін көтеретінін білгеннен кейін Чернобыль апаты болған кезде Совет өкіметінің ғалымдары екі үлкен топ құрып, бір топқа бөдене жұмыртқасын берсе, екінші топқа бөдене жұмыртқасын бермей, екі топты бір айдан кейін бақылаған кезінде бөдене жұмыртқасын ішкен балалардың жәнегі денсаулығын өте тез жақсарғанын және қалыпты жағдайға жеткенін аңғарған. Сол секілді мына бөдене жұмыртқасына келетін болсақ, Жапонияның ұлттық тағамы деп айтсақ та болады. Біз оқыған кезде манигаши беретін, қазірде солай деп ойлаймын. Қанты бар дүние, ол адам ұйықтатуға кішкене көбірек кеткенмен, бөдене жұмыртқасы ол иммунитетті ойнатып, қан айналымын жақсартады. Қан айналымы күшті болған сайын адамның сана сезімі сергек, ойлау қабілеті тезірек, көп нәрсеге бейімдеу, көп нәрсені тереңірек етенек түсінетін керемет тағам деп айтуға болады бөдене жұмыртқасын.
бөдене жұмыртқасын шикілей ішіп жатады. Бұл зияндық жоқ па шикілей ішкеннен жалпы? Жалпы бөдене жұмыртқасын мысалы 5 минуттан артық қайнатса, оның барлық құнарлық жойылып кетеді десе де болады. Негізі бөдене жұмыртқасын аш қарынға шикілей ішкен дұрыс. Жас кішкентай бүлдіршіндер болса, оның жартысын, үлкенде балалар болса, біреуін, енді ер азаматтарға екеуді ішуге болады күніне. Өйткені бұл өте иммунитетті күшейтеді. Мысалы бөдене жұмыртқасын 4-5-еуі тауық жұмыртқасын салмаған шығарғанмен, бұлардың витамин құрамы тауық жұмыртқасына қарағанда барлық составынан салыстырып келетін болсаңыз 5-6, кейбір құрамдар 7-8 есе күшті болып келеді. Тамаша жауап бердіңіз. Мен сол тауықтың жұмыртқасы мен сапасын салыстырып айтсаңыз деген сұрақ қойғым келіп еді, оған жауап беріп өттіңіз. Енді ғана кәсібін бастағысы келетіндерге қандай кеңес бересіз? Қаншалықты пайда бар? Қазір Қазақстанда бөдене өсіреді, одан пайда тауып жүрген азаматтар бір талай бар. Ашып, жұмыртқасын өткізе алмай, минусқа кетіп қалған азаматтарды білеміз. Енді міне бөденемен 2005 жылдан бестен айналысқан болғандықтан, осы салада көптеген мәселелерді анықтаймыз, көмектесіп жатамыз. Сонда емдік қасиетін білмей, аңғармай, байқамай тұтынушылар сол тұрғыдан аз болып жатыр ма? Енді насихаты да аз шығар. Өйткені бізде Қазақстанда өндірілетін жұмыртқаның жалпы үйректікі болсын, қаздікі болсын, бөдене, түйеқұстікі болсын, барлық жұмыртқада тауықтікі бар. Соны қосқанда, соның ішінде 95%, 93%, кейде тіпті 98%-ға жалпы елдер тек қана тауық жұмыртқасын пайдаланады. Сонда ар жағында 5% ғана қалған құстардың жұмыртқасын пайдаланады, яғни олардың өте нашарлау деген сөз. Енді мысалы бізде бөдене жұмыртқасымен майонез өндіріліп жатады, бірақ көбіне біз мысалы елдер магазинге барып қараса да, бөдене жұмыртқасын майонезі бар да азырақ алады. Бөдене жұмыртқасын тек қана осы ауырып өзіне еміздеген адамдар ғана көбіне қолданып жатады. Өзіне кальций жетіспей жатқан кезде, немесе баласының бір денсаулығы нашарлап жатқан кезде, немесе үлкен ер азаматтардың жаңағы өзінің денсаулығын қалпына келтіру мақсатында осы бөдене жұмыртқасын ішіп жүреді. Енді мына бөдене өсіретіндерге алғашқы кеңесім, бөденені екі түрлі мақсатта пайдаланады. Бірі медициналық мақсатта, екіншісі өндірістік мақсатта. Енді бізде қазір қалалы жерлерде медициналық мақсатта, яғни өзіне емдік мақсатта өсіретін кісілер бар. Осы қалада этаж үйлерде, балкондарда өсіретін. Ал енді өнеркәсіптік мақсаттағылар ол жаңа үлкен партия қойып, ол сатады. Мысалы, бөдене жұмыртқасын қазір 40 теңге деп орташа айтатын болсақ, бөдене жұмыртқасын сатып алатын кезде инкубацияға жарайтындарын сатып алу керек. Кейбір мысалы жаппай арзанға кездеседі, ол яғни шығын өте нашар болады. Егер 9 мен 12 грамм аралығындағы бөдене жұмыртқаларын сатып алып, оны авоскоппен көріп, барлық тазартулардан өткізіп салатын болсаңыз, инкубациядан 80%-ға шейін бөдене балапандарын алуға болады. Егер ондай жағдайларды өткізбейтін болса, инкубациядан шығудың өзі пайызы өте төмен болады. Яғни көптен қырылып қалады. Бөдене дейтін құс өзі бір жұмбаққа толы құс. Оны мысалы мамандар болмаса, кейбір бір-біріне айтпайды оны. Қалай өсіру керек, қандай тиімді. Мысалы қыстың күнде де кейбір бөдене жұмыртқасын жұмыртқаламай сәт өзі 16 градустан түскеннен кейін балықтарда көп уылдық шашпайды. Құстар да сондай. Негізі 18 градустан жоғары жылы температурада ұстаса, оның жұмыртқалағышта оған арналған комбикормдар мысалы. Комбикормдардың өзі мысалы жақсы комбикормдар 200 теңгеден тұрады. Мысалы құрама жемдер қазір біздің Қазақстанда. Оны кейде мысалы 100 теңгеден бір қоспалар дұрыс емес жасайды да, оны сатып жатады реклама қылып. Бізде кейде сондайға да ұрып жатады. Ылғалдылықтың, сквозняктың өзі мына керемет әсер етеді. Осындай көптеген факторлар бар. Біз енді осы мына бөдене өсіру, орысшасы перепеловодство, ағылшын тілінде де осы 3 тілде оқулық мен оқулық құралдарын шығарғанбыз. Сол оқулықтарды мына бірегейі, мына бөдене шаруашылығы деген қазақ тілінде тұңғыш дайындалған оқулық. Мына перепеловодство деген мына орыс тілінде, және мына қоян деген мына бізде осы 3 тілде бөдене жайында оқулықтар шығардық. Осы бөдене жайында. Енді одан кейін мына біздің сала бойынша жаңа жалпы аң шаруашылығы деген енді өз мамандығым бойынша мынау аңшылық жануарларды есепке алу деген бұл оқулық құралдары. Аңдар мен құстарды аулау техникасы деген біздің оқулық құралдарымыз. Мына экологиялық зоография негіздері деген мына бізде зоография жануарлардың таралу ареалы туралы. Мына жануарлар туралы ілімнен практикум деген, яғни бірінші курстан бастап келген балалар осы кітаптармен оқулықтармен таныса алады. Осы кітаптар біздің келер буынды тәрбиелеудегі басты ақпараттық жазба құралдарымыз болып табылады. Енді мына дамыған елдер, Жапония, Қытай, Үндістан елдерінде осы бөдене шаруашылығын көп табыс тауып отыр ғой. Осы тәжірибеден біз қандай үлгі алуымыз керек? Не үйренуге болады? Керемет, жақсы сұрақ қойдыңыз. Жалпы әлемде осы бөдененің отаны мен өзім Жапония деп есептеймін. Бірақ енді Жапония деп есептейтін себебім осы бір жылда 20 миллиардқа шейін бұлар
бөден жұмыртқасын алады. Одан кейін қазір енді әлемде Қытай бәрін басып озып кетті. Кейінгі кезде Қытай осы бөден өсіруден бір жолға шықты. Өйткені Қытайда Вукси деген қалада ғылыми зерттеу институты бар, Үндістанда да институт бар, Мәскеуде де институт бар, Жапонияда ол бұрыннан бар ғылыми орталық осымен айналысатын. Ол жақта үлкен орталықтар ашып, бұны тіпті космосқа алып барып, космосты азық ретінде осы бөден жұмыртқасының жәнегі басқадай адамдарға азық ретінде беру, немесе сол жерде өзімен бірге алып барған жәнегі иге құйрық басқаларға беріп лаборатория ретінде қарастырады. Бұлар Америкада сөйтіп қарастырады. Біздің елде енді өкінішке орай бөден институты тұрмақ, құс шаруашылығы институты болған бұрын. Соның өзі жабылып, бөлімше болып, тәуелсіздік алғаннан кейін шатқаяқтап, экономиканың тұралауына байланысты кейбір нәрселер бізде жүрмей қалды осы процестер. Енді жаңа өзіңіз атап өткен мемлекеттерде тәжірибе жинап, іс-сапармен барған кездеріңіз болды ма? Көзбен көріп деген сияқты. Мен енді ол нәрселермен бізде жіберген емес, өйткені негізі кәсібім Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде оқу ағартушылық жұмыс болғаннан кейін аңшылықтану және аң шаруашылық саласында студенттерге дәріс беріп, магистранттарға, докторанттарға оқу ағартушылық білім саласында жұмыс атқарғаннан кейін көп шетелге шығу мүмкіншілігі жоқтау. Енді алдағы уақытта шынымен өзім барып көргім келеді. Өйткені мысалы өзім саламда, мысалы Финляндияда аңшылықтану саласы өте қатты дамыған. Бірақ енді кейінгі кезде ол саланы мына Қытай басып озды. Біз енді осы көп нәрсені алыстан іздемей-ақ, осы көрші Қытайға барып, Қытайдан көптеген нәрсені үйреніп қайтуға болады. Осы салада үлкен ізденістесіз ғой енді. Университет басшыларына, ректорларға, проректор, декандардың құлағына алтын сырға сізді сол шетелден көргіміз келеді. Рахмет. Сол бір қуанышты жаңалықтың куәсі болайық. Мұқа, енді аңшылықтану және аң шаруашылығы туралы диссертация қорғадыңыз ғой. Осы орайда бір тосыннан сұрақ келіп отыр маған. Қазір батыс өңірінде ақбөкендер өте көп қой. Осы ақбөкендерді қарапайым тұрғындар неге тұтынуға рұқсат бермейді деген. Қаптап баратыр, жерді таптап баратыр, шөпті жеп баратыр, жайылым қалмады деп енді зареңіреп жүреді ғой. Осы тұрғыдан бір жағдайы төмен отбасыларға тұтынуға мүмкіндік беруге сіздің көзқарасыңыз қалай? Біздің елімізде ақбөкен деп айтамыз, киік дейміз, латынша аты сайга татарика, Қазақстандағы самбасы өте қатты көбейген тұяқтылардың бір түрі бұл. Біздің Қазақстандағы енді саны 1 миллион, 1,5 миллион. Мына енді қазір 4 миллион деген өте көп біздің мемлекет үшін. Бұл сан басын реттеу керек мемлекеттік деңгейде. Енді мына жануарларды қорғайтын мекемелер бар, ұйымдар бар, оларға салса бұл жануарға тиісуге болмайды дейді. Бірақ біз жеріміздегі осынша сан басы өскен, сан басы өз қалпына келмек тұрмақ. Әлемдегі бүткіл ақбөкеннің 90-95% біздің Қазақстанда. Осыны енді өндірістік мақсатқа пайдалануға болады. Өйткені бұның мүйізін де біз пайдаланып. Ертең кез келген нәрсенің бір кері процесі болады. Мысалы, әлемдегі ең тұңғыш ашылған Америкада Уэллистон деген парк бар, 1872 жылы ашылған. Сол жердегі жыртқыштарды қырып тастағаннан кейін сол жерде тұяқтар көбейіп, сол жердегі өсімдіктер дүниесіне кері әсер тигізген. Кейін жыртқыш аңдарды жібергеннен кейін тұяқтардың сан басы өз орнына келіп, бір қалыппен баланс сақталған. Сол секілді біз енді Қазақстанда бұлар бұрын қасқырлар бар, адамдар бар, басқа браконьерлік жолмен өзі сан басы қатты азайған. Кейін біздің аңшылықтану және аң шаруашылығы білім беру бағдарламасының мамандығын біздің студенттер осы салада көптеп жұмыс жасайды. Біздің Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің мамандары. Енді осы нағыз табиғат жанашырлары, осы кісілердің еңбектерінің арқасында Қазақстанда осы ақбөкен саны өте көп. Бұны негізі реттеу керек. Бұның басын белгілі бір мөлшерде, яғни мысалы батыс жақта жәнегі консерві шығаратын заводтар шығарып, сосын өндірістерді ошағын қойып, осы ақбөкен санын белгілі бір мөлшерде аулап отыру қажет. Өйткені бір ақбөкен ғалымдардың есебі бойынша 5-6 кг шөп жейді күніне 2 литрге шейін су ішеді екен. Ал енді сіз қазір Қазақстанда 4 миллион 200 мыңнан аса ақбөкен бар деп есептеледі. Енді соны санға шығарып келсеңіз, бұл миллиардтаған мемлекет үшін шығын болып келеді кейде. Біздің Қазақстанда осы баланс және бұл осы Қазақстанда ақбөкен 3 үлкен популяциясы бар. Бетпақталы популяциясы, орал жайық, сосын үстірт. Соның ішіндегі осы мына орал жайықтағы популяцияның санын шұғыл арада реттеу қажет деп ойлаймын. Пікіріңізге көп рахмет. Енді мына атадан мал қалғанша тал қалсын дейді ғой қазақ. Туған өлкеңіз, бүкіл туристер ағылатын Алакөл ауданында туып өстіңіз ғой. Екпінді ауылына 1000 түп ағаш егіпсіз. Бұл игі бастаманы бастауға не түрткі болды жалпы? Енді өзіміз орман шаруашылық факультетіндеміз, орманшылармен біргеміз. Бірге жүргеннен кейін орманын
Қазақстандағы 5% құрап жатқанын, негізгі орман түзеуші ағаш сексеуіл болып, басқа ағаш өсінділерінің аймақтарда таралу ареалы шектелгенін, басқа да үлкен мәселелерді өзіміз көріп жүреміз. Алакөл ауданына сол туған ауылым Екпіндегі 1995 жылы мектеп бітіргеннен кейін бізге 20 жыл болған, 2005 жылы. Екпінді ауылдық округ деген бар. Сол 20 жылдық болған кезде бір 20 түп шырша апардық. Сосын кейін алмағаш апардық. Содан басталды, кейін келесі жылы алаш үкіметінің 100 жылдығы деді. Сөйтіп жүріп, округтың әкімі, менің ұстазым болған Қыстаубай Әділхан деген ағайымыз осы елге бір ағаш көбірек егейік, ауылды азаматына қарап таны деген ауылдың кіреберісіне ағаш отырғызайық, мектепке, балабақшаға, Әнуар Әлімжанов атындағы ауылға, Қарлығаш ауылына ағаштар отырғызайық деп, сол 3 ауылға бас аяғы сол 1000 түп ағаш барды, отырғызылды. Қазір енді ақырын өсіп жатыр. Сол ниетпен жалғасып жатыр ағаш отырғызу. Керемет игі іс және қуантарлық жағдай. Бұл 1000 түп деген енді оңай дүние емес қой. Бұған қаражатты қайдан таптыңыз? Біркелкі ағаш емес шығар, иә? Өзіңіз айтқандай жаңағы әртүрлі ағаш ектіңіздер ме? Жеміс ағаштар бар ма? Жеміс ағаштардан алма ағаш бар, қайын бар, туя бар, шырша бар, қарағай бар, акация деген сәндік декоративтік мақсатта өсетін ағаштар бар. Соны апардық, жинап, біз айтып, сол бар ағашты жинап, ауылымыздың сол жайқалып тұрсын. Өйткені біздің кішкентай кезіміздегі ағаштар, алма ағаштар 20-30 жылдан кейін ауыстырып отыру керек. Біздің бала күніміздегі сол мектептің маңайында өскен ағаштар ескіріп кетіпті де, солардың орнын тазалап, сол біз апарған ағаштарды отырғызды. Қазір жайқалып өсті. Қанша жыл болды жайқалып өсіп келе жатқанына? Уже алдына 10 жыл болды. 10 жыл болып қалды, өсіп қалды, кәдімгі іштен шыққан баладай қызығып қарайтын шығарсыздар барғанда. Барған кезде қараймын, ауылға кіре берген кезінде қайындар бар. Әсері күшті ма? Иә, анау өзінің бір жүрегінен шыққан бір сағынышпен қарайтын нәрсе. Еңбек, сосын кейін сол біз жасағаннан кейін осы кейінгі қазір ер азаматтар ауылдан шыққан мектеп бітірген оқушылар біздің ауылға көптеп ағаш отырғызып жатыр қазір. Бұл дәстүр бір жағына. Бала тәрбиелем, өзін тәрбиеле дейді де, біз сол шамамыз келгенше айту ауылға берейік. Біз сол ауылдан шықтық қой. Әйтпесе ауылына жаны ашымайтын көптеген азаматтар бар. Бір қызық дерек айтайын. Біз 2011 жылы Қазақстан телеарнасында істейтін Арнұр Садық деген досымыз, журналист бар. Сол екеуміз бірігіп Алакөлдің танымал азаматтары деген кітап жаздық. Сол кезде Алакөл ауданынан шыққан элитаның 30% Екпінді деген ауылдан шықты. Содан кейін сөйтсек, бұл ауылдан алдыңғы буындар күшті болған екен де, Әнуар Әлімжанов бастап, және оқыған Қастек Баянбаев, сол үлкен аға буын жазушылар етіп, кейін ғалымдар шығып, біз солардың көріп, солардың тәрбиесін көріп, біз ұрпақтар сабақтастығы деген нәрсе бар екен, сол үзілмей бір-бірімен жалғасып келе жатыр екен де, сол буынды көрген біз де сол тәрбиемен жақсы болып келе жатырмыз деп ойлаймыз. Екпіндінің еліне ерекше көңіл күй сыйлаған, қуаныш сыйлаған, таза ауа сыйлаған сізге Алла разы болсын. Жақсылық Үшкемпіров айтқан сөзі бар ғой, президентпен кездескен кезінде. Осындай әр ауылдан шыққан 5000 азамат өз ауылын көтерсе, Қазақстанымыз гүлденіп кетер еді деп. Барша сіз сияқты азаматтарға бұл үлкен мотивация болып жатыр. Енді қаражат қайдан табамыз деген сұрақ туады ғой. Сіз өзіңіз жеке кәсіппен айналысасыз ба, әлде бүкіл айлығыңызды жинап жүріп сол 1000 түп ағаш сатып алдыңыз ба? Қалай болды? Оқуға 5 жылдан кейін түстім ғой. Менің класстастарым 95 жылы мектеп бітіріп 2000-да көбі оқу бітіріп кетті. Содан мен 2000 жыл бірінші курсқа түстім. Өз оқуға 5 жыл түсе алмасаң, өмірде өз таяқ жеп жүрсең, 5 жыл неге мен түсе алмадым деп жүрсең, сосын өмірден мен неге кеш таяқ жей беруім керек деген нәрсе. Сосын кейін оқып жүріп, бизнес жасап, айналыстық, сөйтіп жүріп, студент кезде 3-ші курста машина сатып алдым мен. Содан оқып жүріп, машина алғаннан кейін осы аспирантураға түскен кезде де жұмыс жасап, қосымша бизнеспен айналыстық. Сол қосымша табыстың арқасы Алланың берген. Өйткені ер азаматтың барлығы бір семьяны асырау керек, отағасы айналу керек. Өйткені азаматтың мықты болса, сол үй берекелі болады деген біздің өзіміздің ата-бабаларымыздың, әке-шешелеріміздің тәрбиесін көріп өскен азаматтарымыз. Өйткені біздің әкеге қарап өсіп дейді. Біздің әкеміз де сондай еңбекқор адам болғаннан кейін біз де сол кісілердің тәрбиесін алғанбыз. Шама шарқын келгенше, қолынан келгенше елге қызмет ет деген сол кісілердің сөзін ұран қылып, жадымызға түйіп өскен ұрпақпыз. Енді оқу деп қалдыңыз ғой, жаңағы қатарынан 5 жыл тапсырдым деп. Көп адамның 1 жыл түсе алмаса, тіпті 2 жыл түсе алмаса, тауыша қылып, сағы сынып қалады. Ары қарай беттеуге ниеті де қалмайды. Сіз тынымсыз
талпыныс жасағансыз. Бұған не түрткі болды? Не мақсат қойдыңыз сол кезде алдыңызға? Немат Келімбетовтың «Үміт үзгім келмейді» деген кітабын оқыдым. Сол кітапты оқып отырып, мен ана кісінің тарихынан, өмірінен, өзімнен бір өмірімнен кейбір бөлшектерін тауып алдым. Қазір мына көп жігіттер кейін кезде мына Ақберен елгезектің болмаған балалық шағын көреді, содан өзім бір өмірден тауып алады ғой, бір қиын сәттер менде осындай болған деп. Сол секілді сол Немат Келімбетовтің кітабы мысалы мен кандидат диссертацияны ерте қорғауыма қатты әсер еткен. Енді одан бұрын ерте қатты әсер еткен нәрсе біздің бала күнімізде маған осы Мұхтар Шахановтардың өлеңі, Мағауиндардың еңбектері. Мен өмірде өзім Мағауин боламын, Шаханов боламын деп өстім кішкентай кезімде. Тарихшы әдебиетші боламын дедім. Неге мен арманым орындалу керек деген нәрсемен жүрдім. Қайта оқуға тапсырдым, өмірде өткен тарихшы әдебиетші болсам деп 2 жыл құладым, мысалы тарихшы әдебиетші деген арман. 2 жыл филолог боламын дедім. Енді ол арман орындалмады. Енді бірақ сөйтсем ол оған қарамайды екен өмірде. Мысалы енді кейін аграрный бітірдік те, бәрібір өлең жаздық, бәрібір әңгіме жаздық. Ол сен жүрегінде ол мәңгі бақи сақталып қалған нәрсе. Өйткені Әуезовтің Абай жолын бір емес 4 рет оқып шықтық мысалы. Былтыр дәріс оқыған кезде бізде орман ресурстар және орман шаруашылығы дейтін мамандыққа біздің осы охотниктер бар, орманшылар бар. Соған 650 бала оқуға түсті бізге. Содан бір кезде бір кітап сыйлайық деген аясы болды да, кітап сыйлайық деген науқан кезінде 400 студент бір-біріне кітап сыйлады. Мен оны әлеуметтік желіге, Фейсбукқа, Инстаграмға салдым. Қазақтың осы мен деген талай кейінгі жас классик қазіргі жазушылардың кітаптарын сол студенттер оқып, кейін ризашылық айтып жүрді. Өйткені кейде бізде осындай науқандарды қалыптастыру керек. Сол еңбектер болар, сол ана Назым Хикмет өлеңі бар. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, ол жанбаса лапылдап, аспан қалай ашылмақ. Мен Сұлтанмағамбет Торайғыровтың жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр айғылды деулер шығарамын сөзімнен. Осы сөздер өмір бақи менде ұран болып ішімде қайнап жатады. Осылар ана Ахметтің сөзі бар. Жұрт бүгіншіл, мен ертеңшіл деп, жұрт ұқпасын, ұғынбасын, біздегі тірлік ертеңгі ұрпақ үшін деген. Керемет Алаштың азаматтарын нәрсесін өзіміз бойымызға жинап алғаннан кейін, өткені бір кезде мектепте оқып жүрген кезде тарихшы әдебиетші болсақ деген үлкен арманын жетегімен жүргеннен кейін ба, сол арман әлі күнге шейін алға қарай жетелеп келеді. Шамамыз келгенше Мағауиндерде, Шахановтарда еңбек етсек деген арман бар. 4 ақынның кітабын шығаруға сіз қолдау жасапсыз. Не түрткі болды? Бұндағы мақсат не жалпы? Ақындарға қолдау көрсеткеніңізге. Мен енді өзім әдебиетші болсам деген арманым орындалмады, тарихшы болсам деген арманым орындалмады. Содан кейін талантты жігіттерді көрсем, кейде бір айтысқа көп баратым бұрын. Айтысқа барам да, айтыста жеңіліп барып қайтып бара жатқан жігітті көрсем, шіркін осам бір мен ер азаматтар, мықты азаматтар секілді болсам, бір машина беріп жіберермін деп армандайтынмын. Өйткені талай айтыскерді ақынды көрдік қой. Сол секілді елден шыққан мықты талантты ақындарды көріп, солардың өлең бәйгесінде кейде жүлдеге ілінбей жатуы менің де бір кейде қарымды ашыратын. Сосын кейін неге осындай жігіттерді қолдамасқа деп, ең бірінші жол жаңағы Ғабит Жиенбай деген ақынның алғы сөзін Әлібек Шегебай ақын жазды. Айбек Құттыбек деген ақынның алғы сөзін Алмат Исәділ жазды. Ретбек Мағазы деген ақынның алғы сөзін Жанарбек Әшімжан жазды. Мақсат Деңгелбай деген ақынның алғы сөзін Саят Қамшыгер жазды. Осы жігіттер алғы сөзін жазып, солардың тұңғыш жыр жинақтары жарияланып, кейін сол жігіттердің кейбіреу үлкен мүшәйралар қатысып, жолдары болып, қазір қазақ әдебиетіне қызмет етіп жатыр. Соларды көрсем өзім қуанам. Кейде айтамын, шіркін біз жақтан бір тағы бір талант болса, мықты бір дүмпу, сендердің дүмпулерінде күшті болса, құлагердей болса шіркін, сондай бір ақынға қолдау көрсетсек деп айтып қоямын. Берушілердің қатарынан болайық, алушылардың емес. Біздің университетке қазақтың үлкен қоғам қайраткері Олжас Омарұлы Сүлейменов келді. Сол кездесуде Олжас Омарұлының алдында өлең оқыдық. Өлеңге құштар көрермендерде отырған шығар, поэзияны сүйетін. Бір-екі шумақ өлеңіңізді оқып берсеңіз. Өлең оқиық, өлең деген ғажап дүние ғой. Мен енді жақсы көрем өлең дейтін нәрсені. Бұл адамның көңіл күйінің сол сәттегі бір формасы ғой. Бабам қазақ деген өлең оқып берейін. Бабам қазақ ежелден еркін өскен, кең даланы жайлап еркін көшкен, Алтай менен Атырау арасында жаратқанға тәуба етіп күнін кешкен, төбесі мен белесі мың ертегі, неше түрлі аңызбен сыр шертеді, батысынды билеген арғымақпен, бабаларым жаһанды ер деседі. Нар болған назар салған бабам сондай, аруы жалт қараса атқан таңдай, осындай асылдардан туған бала, бесіктен бұлқынбастан жатқан қалай, жастары жасындай боп жарқылдаған, кезімен
ниетімен келгеніне татылмаған, ақ көңіл ақ ниетпен келгендерге ат сойып белінен тарылмаған. Ән айтса ел жүреткен ел жүрегін, қалауын орындапты көп тілегін, шет асып бүгігін жүлдалғандар тегіне тартып туған деп білемін. Шарықтап айтар болсам жалындағам, ойларға ойлар қосып толынбаған, келгенде тұрғысып нүкте қойып, қайтайын келгенше қалыш бабам, ол менің асыл бабам, қазақ бабам. Шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Рахмет. Өлеңді оқыдыңыз, әр сөзін қадап, бүкіл көрермен отыр сізге қарап, жақсы көретін енді бір қаруыңыз бар, ол садақ. Мына университетте де, туған жеріңізде де осы садақ тартудан жарыс өткіздіңіз ғой. Бұндағы мақсат не? Садақ тартудың бүгінгі мән мағынасы туралы айта кетіңізші, бұл қоғамға керек дүние ме? Бұл өте бір ғажап дүние. Садақ дейтін нәрсе. Мына садақ тартқан адам өзі садақ атуға қатысса, қаны басқаша ойнап шыға келеді екен. Бала күнде бәріміз болды садақ, ағашты етікті, және қамыстан атасың, оны бірақ ол ондай әсер бере алмайды. Ана қазіргі жасалған профессионал садақтар, бұлар мүлде басқа садақтар. Өйткені бұл садақ дейтін өнер әлемдік спорттың деңгейінде, соның ішінде мына олимпиадалық ойын түріне енеді. Осы мына олимпиадалық ойындардың ішінде Корея мемлекеті осы садақ атудан көптеген олимпиада чемпиондарын шығарды. Сосын кейін барлық қазақтың жігіттері мен қыздарымен садақ атудан осы 2 жыл жарыс өткіздік. Садақ атамаймын деп қазақ 4-5 рет садақ атқаннан кейін садақтың санағы тигізе бастайды. Сөйтсем бұның барлығының қанында бар екен. Өйткені ата бабасы қанды еткен, бұл қанында бәрі тоқтап қалған бір кезде, садақ атпаған. Сол садақ атуды атқызғаннан кейін барлығы ашылып кетеді екен. 56 кісілерге шын атқызып кеттік біз. Сөйтсем бұның барлығы аталады екен. Шамамыз келгенше затыра тас, ұлтқа пайдасын тигізетін спорт түрін насихаттайық деген ниетпен садақ ату дәстүрін жалғастырып жатырмыз. Арманыңыз асқақ, мақсатыңыз айқын азаматсыз ғой. Сізге тек қана ғылым жолында қажырлы еңбектеріңізде жетістікке жетуді тілейміз. Біздің бағдарламаның, хабардың аты айтып тұрғандай, әр саланың көшбасшыларын көрсету басты ұстанымымыз. Сондықтан да сізге арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Мінеки құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Қазақстан Республикасы ұлттық аграрлық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, профессор, бөдене құсын зерттеп, Қазақстанда тұңғыш кандидаттық диссертация қорғаған Мұхтар Байбатжанов болды. Амандықта, жүздескенше. Мұхтар Хасенұлы 1977 жылы 26 желтоқсанда Алматы облысы Алакөл ауданы Екпінді ауылында дүниеге келген. 2005 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетін аңшылықтану және аң шаруашылығы бойынша үздік дипломмен тәмамдаған. 2005-2008 жылдары аспирантурада оқып жүріп, жергілікті бөдене популяциясының өнімділік қасиеттері тақырыбындағы кандидаттық диссертация қорғаған. 2009-2010 жылдары аңшылықтану және балық шаруашылық кафедрасының ассистенті. 2009-2012 жылдары докторантурада оқыған. 2012-2013 жылдары мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасының ассистенті. 2013-2016 жылдары орман ресурстар және аңшылықтану кафедрасының аға оқытушысы. 2017 жылдан бастап орман ресурстар және аңшылықтану кафедрасының қауымдастырылған профессоры. 150-ден астам жарияланымдар жарық көрді. Қазақстандағы бөдене шаруашылығының теориялық технологиялық жүйесін ғылыми негіздеген тұңғыш ғалым. Балық шаруашылығы оқулықтары мен оқу құралдарының авторы. Байбатжанов Мұхтар 2021 жылы аңшылықтану және аң шаруашылығы білім беру бағдарламасы бойынша философия докторын дайындайтын білім беру бағдарламасын дайындады. Қазіргі таңда докторанттар дайындау үстінде. Ғылыми жетекшілігімен 15 магистрлік диссертация қорғалды. Қазақстан Республикасы білім беру ісіне қосқан үлесі үшін Алаш ұстазы медалімен және Отан патриоты медалімен марапатталған. Аграрлық білімге, ғылымға және өндіріске қосқан үлесі үшін төс белгісімен марапатталған. 2002 жылы Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің құрмет грамотасымен марапатталды. Қазақстан Республикасының құрметті азаматы. 2003 жылы Мен қонақпын өлең кітабы шыққан. Қазақстан авторлар қоғамының мүшесі, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Қазақстан Республикасы ұлттық аграрлық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.